Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі біздің сабақта Students Book кітабымен өтеді. Describing People тақырыбында. Describing People дегеніміз ол адамдарды сипаттау, және де page number 47, 47-ші беттегі. Яғни адамдарды сипаттау деген тақырып болғандықтан, бұл жерде бізде көбіне сын есімдермен жұмыс жасаймыз. Сын есімді сөздер берілген. Қарап тұрсаңыздар, бірінші тапсырмада осы бірінші алдымен біз сөздерді аударып аламыз, одан кейін барып жұмыс жасаймыз. Бірінші мына жақта сөзден бастаймыз. Mustache, dark, curly, tall, blue, slim. Бірінші сөзіміз бізде мұрт, dark деген ол темный түсті, ары қарай curly дегеніміз бұйра шашты, бұйра деген сөз, tall ұзын, бұл жерде бойын айтып тұр адамның, blue түсі, көк түсті, және де slim арық. Біріншісінде height дегеніміз бұл жерде бойы, tall ұзын, яғни ұзын дегендегі бұл жерде өте ұзын деген сөзіміз көрсетіп тұр. Quite tall деген жеткілікті ұзын. Average height дегеніміз орташа биіктігі, яғни аласа. Quite short дегеніміз жеткілікті қысқа бойы, және де өте қысқа short. Келесіде кеттік. Build дегеніміз бұл жерде, яғни пішіні, адамның денесі пішімі қандай? Fat деген семіз, average build дегеніміз аласа, сосын мына жерде бірде slim болады. Арық, я. Ары қарай hair, шаш деген сөзіміз, шаштың қандай түстері, және де бұйра немесе түзу дегені көрсетіп тұр. Blonde дегеніміз ашық түсті шаш. Fair дегеніміз бұл жерде ақ шаш, ақ арасына ақ түскен немесе ақ шашты айтады. Red қызыл шаш, және де dark, яғни dark дегеніміз темный шаш деп тұр. Long ұзын шаш, short қысқа шаш, қысқа, straight түзу шашы, және curly бұйра. Ары қарай көз, eye color көз түсі, green жасыл, blue көк, brown қоңыр. Other features дегеніміз және де басқа тұстары. Bird дегеніміз, яғни сақалы. Mustache дегеніміз мұртты көрсетіп тұр, және де glasses көзілдірік. Мінекей сіздерге барлығын аудардым. Енді осы бірінші тапсырманы орындаймыз. Бұл жердегі бірінші тапсырма кестенің ішіндегі сөздерді бос орынға қоюымыз керек тиістісі. Бос орны жаңа мен айтып кеткен ауызша. Мінекей қарасаңыздар, мына жерде біріншісі slim, екіншісі dark, үшіншісі curly, төртіншісі mustache болады. Okay, next exercise number 2. Бұл жерде не істейміз? Бұл жердегі жаңа бірінші тапсырмадағы сөздерді, керек сөздерді мынау суретпен қарап жұмыс жасайды екенбіз. Әрқайсының рет-ретімен сипаттап берген. Жарайды, олай болса орындаймыз. Қараңыздар, біріншісі. She's average height and average build. She's got blue eyes and short blonde hair. Бұл жердегі біріншісінде енді бізде blue дедік, көк түсті мінекей, және де қысқа шашты ғой, сондықтан short деп алдық. Қысқа ашық түсті шашы бар екен. Екінші мынау адамды көреміз. He's tall and slim. Ол ұзын және де арық. He's got long dark hair. Яғни оның шашы ұзын және темный шашы бар, я? Dark дедік, long дедік. Ақырай. Үшінші. She's quite short and fat. Ол жеткілікті қысқа және де толық. She's got purple hair and she's wearing glasses. Оның шашының түсі күлгін, және де ол көзілдірік киіп алған. Glasses деп қойдық. Төртіншісінде he's very short and fat. Ол өте қысқа, және де ол толық, семіз. He's got a beard and a mustache. Оның сақалы бар, және де мұрты бар дейді.
Okay, next exercise number 3. Үшінші тапсырмада бұл жерде не істейміз? Бұл жердегі тыңдалымды тыңдап болған соң, сіздер бұл жерде толығымен тыңдалымды айтып кетеді, бірақ бұл жерде мәтін берген екен, соны бірінші аударып алайық. Last coffee at the corner cave. Кафедегі соңғы кофе дейді. Agent Koji went for breakfast at the corner cave at 8 o'clock yesterday morning. Агент Koji деген агент болған. Сол бұл кісі дейді кеше таңертең азанымен сағат 8-де корнер деген кафетериясында, кафе дейікші болмаса, таңғы асқа кеткен дейді. At 8:10 he died after drinking a coffee with poison in it. Одан кейін сағат 9:10 кеткенде ол қайтыс болды. Жаңағы кофені ішкеннен кейін, себебі ол кофенің ішінде не болды? У болды дейді. Poison дегеніміз у. Detective Lambert talked to the waitress Lana Scott. Детектив Ларна Скотт атты даяшымен, официанткамен, яғни осы болған жағдайды не істеді? Сөйлескен екен. Детектив Ламберт дегеніміз. Окей, енді бұл жердегі сіздер енді тыңдап, не үшін міндетті түрде тыңдаңыздар, себебі мына жерде сұрақ қойылған, келесі бізде тапсырмада number 4. Бұл жерде who was the murderer дейді. Өлтірген адам кім болды дейді. Бұл жердегі жауабымыз мен бірден мына жерде дайындадым. Жауабы бізде Did the woman with blonde hair speak to Koji? No, she didn't. Жауабы no, she didn't. Бұл жердегі аудармасы, яғни ашық түсті шашы бар әйел Koji мен сөйлесті ме дейді. No, she didn't. Ол сөйлескен жоқ. Where did this woman sit? Ол әйел қайда отырды? She sat by the window. Ол терезенің жанында отырды. Үшінші, did she leave at 8 o'clock? Ол жерден сағат 8-де кетті ме дейді. No, she left at 10 past 8. Жоқ, ол сағат 9-дан 10 кеткенде кетті дейді. Ағарай 4-те. Окей, төртіншісі, who did the man with the bird talk to? Ол кісі, сақалы бар кісі, кіммен сөйлесті? Төртіншісінің жауабы he talked to Koji. Ол Koji деген кісімен сөйлесті. Бесінші, was the short woman with a friend? Қысқа бойлы әйел досымен болды ма? Бесіншісінде yes, she was with a man with bird. Я, ол досымен болды, оның сақалы болды дейді. Алтыншысы, what did the woman buy? Ол әйел не сатып алды? Алтыншысында she bought a coffee for Koji. Ол әйел Kojiге кофе алды дейді. Жетіншісінде did a man with long black hair speak to Koji? Ол кісінің Kojiмен сөйлескен кезде ол кісінің ұзын қара түсті шашы болды ма дейді. Сол сөйлескен кісінің. Ағыры жетте no, there wasn't a man with long black hair. Жоқ, ол сөйлескен кісінің шашы ұзын және де қара шашы болған жоқ дейді. Ағырай did the detective have a coffee? Ол детективте жалпы кофесі болды ма? No, he didn't. Жоқ, ол берген жоқ. Кофесі болған жоқ деген сөз, Окей, осымен сабағымыз аяқталды, құрметті көрермендер. Менің арнама міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыздар. Күнделікті жаңа сабақты бірге орындаймыз. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.